ағаш үйдің түр-түрі болады. 4 қанаты болады, 6 қанаты болады, 8 қанаты үй болады. 12 керегесін жайып болғаннан кейін босағасын бекітесің керегеге. Босағадан кейін басархан тартасың. Егер байқамай басархан тартпай ағаш үйді құрсаң, ол құлап қалады. Басархан тарқасын, оқ байлайсың. Ағаш үйдің айналасына айналдыра қоршайтын туырылдық деген киіз болады. Үзік деген болады. Үзіктің үстінде бәрін үзіктерді салып болғаннан ең үстіне 4-5 кішкентай анадай шаңырақ жауып болатын. Түнісіне ши ұстаса керемет болады. Ерте кездерде ағаш үйді әбзел дегенде ағаш үйді кереге киіп болғаннан кейін ішіне әдемілеп оралған неше түрлі ою салып оралған ши ұстаған. Кестелеп тіккен. Нелің бәрі сондай қылып ағаш үйдің әбзел. Сосын ішінен оның басқұр деген болады. Басқұрды жаңағы ағаш үйді оқты байлап болғаннан кейін барып тағатты. Оның жаңағы оқпау деп араластырып, ешкінің қылымен араластырып ескен. Ата әжелеріміз оң терісті қылып ескен жаңағы. Өнері көрініп тұрады. Шашақтары төгіліп тұрады. Ананың шашағын төгілтіріп. Сосын оқпау деген болады. Құртым, біттім ағаш үйдің ішкі құрылысы. Киізден жасалған аяққан. Ертеректе ата-бабамыз көшіп қонып жүргенде пайдаланған заттары. Бұл алып, өзінің өлшемімен қиып алып, ою ойып, оны кестелеп тігіп, екі жағын тігіп, ішіне көшіп қонғанда киім, ыдыс салып алып жүрген. Бұны керегеге қондыру үшін, керегеге ілетін болған. Керегеге ілу үшін құлақпау істеген жиектерін шашақтап, әдемілеп жасайтын болған. Қазақтан келе жатқан жаңағы тұмар тіл көзден, неден сөзден сақтасын деп әр үйдің шаңырағында осылай ілу тұру керек. Кейде бұны киізден істейді, кейде мақпал шүберектерін оюлап сырып қазақы ою басып осыны тұмар деп әр үйдің шаңырағында ілу тұрады. Алмағаштың гүліне ай, текеметтің түріне ай, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ай. Құлағыма таққаным, көмір сырға күмбірлетіп шығамын күнде қырға. Сағыныштан шыдам таппай мен өзімнің күтемін жылдан жылға келедім ай. Алмағаштың гүліне